Құрметті балалар, бүгін бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңертең, күндіз, кеш, түн деп аталады. Сабақты бастамас бұрын барлығымыз ортаға шығып, шарттық шеңберін құрып, бір-бірімізге жылы лебіздейміз. Армысың алтын күн, армысың керама, сәлеметсіңдерге достарым, сәлеметсіздерге қонақтарым. Өте жақсы, орындама деп сұрауымыз. Балалар, барлығымыз тақыра қарайықшы. Бір жылдан неше мезгіл бар? 4 мезгіл бар. Қане қызмадап беретін мезгілдерді? Ал айтады, қолды көтеріп айтамыз. Қандай мезгіл? Жаз, Біз 4 мезгіл бар, иә? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз уақыт мезгілдері деп аталады. Уақыт мезгілдерін білеміз ба? Қандай уақыт мезгілдерін білесіңдер? Кеш батады. Бірінші айталым. Түс. Дұрыс айтасыздар. Таңертең, күндіз, кеш, түн дейді. Олай болатын болса, бірінші тапсырмаға түгел тыңдайық. Тәулік бөліктерін атар, балалар таңертең, кешке, түнде не істейді дейді. Тәулік бөліктерін және осы уақыттағы балалардың орындайтын іс-әрекетін сызып қосамыз. Кандидаттерге мұқият қарайық барлығымыз. Қаламсапты қолға аламыз, қарындашты жасаймыз, қарындашты түгел қолға аламыз, ол қолға қарындашты ұстаймыз, қалай ұстаймыз, суретке қараймыз, қалай отыру керек, арқаны ұстаймыз, орынға арқаларымыз түйіп тұру керек, иә? Жақсы, жұмысты бастаймыз. Бірінші уақыт мезгілдері көрсетіледі, осыған балалардың іс-әрекеттерін сәйкестендіріп қосамыз. Балалар, екінші тапсырманы біз ойын арқылы орындаймыз. Кім зейінді деген ойын береміз. Мен бір сөйлем айтамын. Сөйлем дұрыс болса, қолымызды шапалақтаймыз. Егер де сөйлемді қате айтсам, мұнда аяқтарымды тоқылдатасыңдар. Міне бастаймыз ойынды. Таңертең ай шығады. Естіміз аяқтарымды. Таңертең ісімізді тазалаймыз. Таңертең әтеш шақырады. Күндіз күн шығады. Күндіз түскі асты ішеміз. Күндіз төсекте жатып қаламыз. Кешке кітап оқимыз, ертегі тыңдаймыз. Кешке әтеш шақырады. Түнде велосипед теуіп ойнаймыз. Түнде ұйқыға жатамыз. Ойын ұнады ма? Жақсы. Келесі үшінші тапсырмада балалар. Тор көздерді сана, фигураларды қарындаштың түсіне сәйкес боя дейді. Қарындаштың түстері, мына жерде берілген қарындаштың түстері, осыған сәйкес боя жұмыстары жүргіземіз. Ол үшін қолға қарындашты қалай ұстаймыз? Қарай суретке. Қалай ұстаймыз қарындашты? Бәрін ұстайшы қарындашты қолымызға. Өте жақсы. Ұстаймыз, арқаны тік ұстаймыз, аяғымыз жерге тиіп тұрсын, дәптер біраз қиғаштау тұрсын. Бастайық жұмысымызды. Бірінші қолымызды санап аламыз. Балалар, қазір барлығымыз шығып, селфи көрсетіп жасап жүрейік. Кәнекер қарай шығайық. Балалар, сендер бүгін сабаққа өте жақсы уақыт түсіңдер. Есімдерді бағалаймын.
жарайсың. Раяна, өте жақсы Хамза. Жақсы. Сабаққа дұрыс қатысып Азамат. Жақсы, оразада. Өте жақсы нұртас. Уриман. Мариям. Алтыным өте жақсы қатысты сабаққа. Аруна да жақсы қатысты сабаққа. Балалар, сонда бір тәулікте неше уақыт мезгілі болады екен? Бір атап өтейікші. Таңертең уақыт, одан кейін. Таңертең тамақ. Түсте не істейді екенбіз? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Кеште не істейсіңдер? Кеште уақытта. Одан кейін тағы не істейміз кешкі уақытта? Тамақ. Жақсы. Ал түнде не істейді екенбіз балалар? Дұрыс. Мұхтар алдында аналарын, папаларын, әкелерін сендерге ертең айтып бере ма? Жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі сабақ аяқталды. Барлығымыз егер сабақты толық түсіндік десеңдер, алдарыңдағы жақсы бүтін аламыз. Егер сабақта әлі түсінетінім бар десеңдер, онда сары бүтін аламыз, сары түсті. Егер де сабақтан ештеңе түсінбедім десеңдер, қызыл түсті бүтін алып, келе қойыңдар. Комиссияларыңды алып келе қойыңдар. Өте жақсы балалар. Бүгін сендермен қуантып отырсыңдар. Өйткені барлықтарың да сабақты жақсы түсініпсіңдер. Мен де сендерді осылай бағалаймын. Сендер барлықтарың да өте озат оқушы екендеріңді көрсетіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қоңырауға шығайық.